Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып жағажайда. На пляже. Жаңа сөздер, новые слова. Жағажай, пляж. Напиши в словарь и выучим. Суретке қара, посмотри на картинку. Что ты видишь? Не көріп тұрсың? Бұл жағажай. Балалар жағажайда ойнайды, демалады, суға шомылады. Мен жағажайға барамын. Жағажайда бала көп. Мен жақсы жүземін. Өзеннің суы тұщы, бірақ терең, сондықтан алысқа бармаймын. Жағажайда шөлдеймін. Әжем сусын қайнатып береді. Әжемнің сусыны дәмді. Әлібек қайда барады? Өзеннің суы қандай? Сипаттап айт. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы, сұрақтарға жауап бер. Прочитай текст и ответь на вопросы. Я иду на пляж. Там много ребят. Я хорошо плаваю. Вода реки пресная, но глубокая, поэтому я далеко не иду. Я хочу пить. Бабушка мне кипятит напиток. Бабушкин напиток вкусный. Куда идет Әлібек? И какая вода? Әлібек жағажайға барады. Өзеннің суы тұщы. Үшінші тапсырма: дұрыс нұсқасын айт. Выбери правильный вариант. Төртінші тапсырма: тиісті қосымшаларды жаз. Выбери правильное окончание. Мен жүземін, сен жүзесің, сіз жүзесіз, ол жүзеді. Біз шөлдейміз, сендер шөлдейсіңдер, сіздер шөлдейсіздер, олар шөлдейді. Бесінші тапсырма: мәтін мазмұны бойынша диалог құрыңдар. Составьте диалог. Кім жағажайға барды? Жағажайға Әлібек барады. Жағажайда кімдер бар? Жағажайда балалар бар. Өзеннің суы қандай? Өзеннің суы тұщы. Әлібек неге алысқа бармайды? Себебі су терең. Әлібек сусынды қайдан алады? Әлібекке сусынды әжесі қайнатып береді. Есте сақта, запомни. Мен жағажайға барамын. Суы тұщы, терең. Әжем сусын қайнатады. Сусын дәмді. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.